Мен өмірде жолы болмаған пендемін бе деп қаламын кейде. Тек Алла тағаламның сынағы ғой. Сынақ берген Алла жолында өз көрсетеді деп әлі келемін. Әкем кішкентай кезімде қайтып кеткен. Ес білгелі анашым жәннатым сүйрелеп келеді. Бар тәттіні аузыма тосып өсірді, бірақ имандылыққа баулымады. Сол иманымның әлсіздігінен кішкентайымнан қайырымсыз, өзімшіл болып өстім. Отырыстан отырыс қалдырмай, кештердің клубтардың гүліне айналдым. Күнәһардың нақ өзіне айналдым. Жаман ортамен араласып жүрдім. Сол кезде достарым деуші едім оларды. Оқу орнында оқып жүріп, группамен отырыс ұйымдастырылды. Әдеттегідей барлық жігіт менің соңымда болғанына мәз болып жүрмін. Ішетінім де бар тұғын. Сөйтіп сыралатып отырғанымда қасымдағы құрбым деп жүрген адам дәрі қосып берген бокалыма қалай мас болғанымды де өзім білмей қалдым. Ұйықтап қалдым. Бір есімді жинағанда бір жігіттің астында жатыр екенмін. Қимылдауға шамам келер емес. Басымды әрең көтеріп қарағанда құрбым деп жүрген жалғыз адам мені видеоға түсіріп жүр екен. Не қосып бергенін білмеймін, тіпті сөйлеуге де шамам жетер емес. Есімді еміс-еміс білемін. Жатқан жерімде таңға дейін үнсіз жылап жата бердім. Өйткені сол кезде пәктігімнен айырылдым. Таңда шамалы өзіме келіп, әл жинап үйге барғанда анаммен сырласып жылағым келді. Бірақ қай бетімді айтамын. Рахметің осыма десе не деймін? Оған өзім ғана кінәлімін. Оның үстіне анам тұрмысқа шығып, сол кезде өз басымен өз әлек болып жүрген еді. Сырласатын бауырым да жоқ. Дос дегеннің бәрі бір мезетте жоқ болды. Жапанда жалғыз қалдым. Үйдің сыртына шығудан қалдым. Видеоны барлығына көрсеткен кластастарым, группаластарым, оған қоса мен мас болып бір емес, бірнеше жігітпен жатты деп шығарыпты. Сол кезде қатты қиналдым. Психологиялық тұрғыда көмекке зәру болдым. Анамның өгей әкеммен қолы босар емес. Кімге айтамын? Кімге барып жылаймын? Оқуды да тастадым. 2 айдың ішінде сыртқа шықпадым. Анам өз күйеуінің үйінде, ал мен әкемнен қалған үйімде жалғыз қалдым. Бірнеше рет өлуге де тырысқам, бірақ үнемі Аллам сақтап қалатын. Солай күндер өте берді. Бір күні есік қоңырауы басылды. Телефон дегеннің бәрін тастадым. Бір досым іздеп келген емес. Қоңырауға таң қалдым. Қарасам, Қытайдағы досым келіп тұр екен үйіме іздеп. Есікті ашқанымда өте қатты таң қалды. Шашым ұзындығы белден асатын. Айнаның алдында отырып өзім қидым. Ол досым менен бұрыннан дәмелі болатын. Тұрмысқа шығуға ұсыныс жасаған еді қыз кезінде. Мен келіспеп едім. Содан мені көріп не болғанын сұрады да, мен бақырып жылап қоя бердім. Бар жағдайды айттым. Ол баяғы ұсынысын қайта жасады. Мен сол кезде келсе кеттім. Ұрыса көрмеңіздер. Қатты жалғызсыраған едім. Небәрі 19 жаста болдым ол кезде. Екеуміз үйленіп, тойымыз дүркіреп өтті. Ал мен әлі ұмыта алар емеспін. Жолдасым бір айтып көрген емес сол жағдайды. Бірақ сен мені сүймегенсің, бақытты емессің деуші еді. Қазір Аллаға шүкір қызым бар. Тағы да жолым болмай, Қытай күйеуімнен ажырастым. Ана жағдай шекеме мықтап тиген болар. Жолдасымен ажырасқалы бір жігітпен өзге тақырыпқа сөйлесіп көрген емеспін. Еңсемді сол жағдай басады да тұрады. Кластас, группалас дегеннен үміт үздім. Бірақ уақыт бәріне де үйретті. Осы масқарамен өмір сүруді де үйрендім. Көп ойламауға тырысатынмын. Бүгін жұмысымнан келе жатып, бір құрбымды көріп, әңгіме дүкен құрып отырдық. Құрбым жігіті келе жатқанын айтты. Бір кезде жігіті де келді. Қасында досы бар екен. Досы мені қызығынан айырған жігіт болып шықты. Көзімнің алды қарауытып отырған жерімнен тұра алмай қалдым. Үйіме қалай жеткенімді де өзім аңғармай қалдым. Үйіме кірген соң қызым мама дегенде есімді жиып алдым. Шамалдан соң құрбым звондап не болғанын сұрады. Бәрін естігенін айтып, мен өксігімді баса алар емеспін.
Ана жігіттің айтқан сөзі былай: ол қыздың қыздығы маған қымбатқа түсті. Қыздығын сатып жүрген адаммен қалайша дос боласың деген екен менің құрбыма. Қасындағы құрбысы ақшамды санап алды, сенбесең қазір кездестіре аламын депті. Менің сол кездегі құрбым мені ана жігітке сатып жіберген екен. Айтпағым, өмір деген бір айналдырса шыр айналдырады екен. Қанша ұмытуға тырыссам да алдыңнан шыға береді екен. Осы отырғанымда ішімде жүрегімді біреу езіп жатқан сияқты. Өте қиын. Қазір сөйтіп Құдай мені тәубеме түсірді. Ұзақ болып кетсе ренжімеңіздер. Тағы бір айтпағым, құрметті ата-аналар, аға-апалар, балаларыңызды, қарындас сіңлілеріңізді иманға баулыңыздар. Құран үйретіңіздер, ал қалғанының бәріне Құран өзі үйретеді. Алла қаласа қызымды медресеге беремін. Айналайын сіңлілерім, менің өмірден оңбай жасаған қателіктерімнен, күнәмнан сабақ алыңыздар, қорытынды жасаңыздар. Мен сияқты жігіттерге алданып, пәктігінен айырылып, және де қасында жүрген дос қыздарын ажырата алмаған аңқау қыздың тағдырын кешпеңіздер.